Армысыздар, құрметті көрермендер, Алтай телеарнасының тікелей эфирінде жаңа Қазақстан бағдарламасының кезекті шығарылымы студияда Салтанат Кеңесбекқызы. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыз тікелей эфирде өтетіндіктен 52-24-49 біздің байланыс телефонымыз. Қонағымызға қояр сауалдарыңыз болса, мархабат, хабарласуларыңызға болады. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырып жалпы сот істерін қайта қарау тәртібі деп аталады. Студия қонағымыз ауданаралық азаматтық істерді қарайтын Өскемен қалалық сотының судьясы Асқар Әли Мұхамеджанұлы, қош келдіңіз. Енді Асқар мырза, жалпы жаңа ғана тақырыпты айтып өткенде, мына сот істерін қайта қарау тәртібінің ішінде жаңадан ашылған немесе жаңа мән-жайлар бойынша істі қайта қарау тәртібі бүгінгі таңда қандай бағытта жұмыс жасап жатыр, сол істің қайта қарау тәртібіне тоқталып өтсеңіз. Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі тақырып жаңадан ашылған және жаңа мән-жайлы бойынша сот заңды күшіне енген сот актілерін қарау жайлы жүргізіледі. Енді осы бойынша жаңадан ашылған немесе жаңа мән-жайлар бойынша сот актілері қайтадан қаралуы мүмкін. Жаңадан ашылған немесе жаңа сот актілеріне сот актісі заңды күшіне енген кезде туындаған немесе болған жайттар кейіннен сот істерін қайта кейіннен сотқа мәлім болған жайттар болып саналады. Ол жайттар екіге бөлініп жатады, жаңадан ашылған және жаңа мән-жайлар деп. Енді осы жаңадан ашылған жаңа мән-жайлар азаматтық процессуалдық кодексте, қылмыстық процессуалдық кодексте өздері қарастырылған 53-ші және азаматтық процессуалдық кодекстің, қылмыстық процессуалдық кодекстің 55-ші тарауларында қарастырылған. Ал енді жаңа өзіңіз айтып отырған